Баршаңызға қайырлы кеш. Көбісі бізден таныстығымызды сұрап жатыр екен. Қалай біз таныстық? Бәрі екі лайкта болса. Инстаграмда отырамын да. Негізі Бақаны мен танитын бұрыннан бері. Ол да мен танитын сыртта бір-бірімізге сәлем көрген жерде амандасып қалатынбыз. И сөйтіп мен ол кезде Бішкекте болдым. Иә, Бішкекте болдым. Сөйтіп рекомендациядан шығып қалды да. Сосын тұрымда ой мынаған әнші ғой деп бүйтіп балдырмай отқан кезде қыздар атасырымда вот осындай осы өлеңді білесіңдер ма кімді деген. Сосын вот осы бала айтады ғой деп көрсетіп да. Бір кезде что лайк басып салдым. И сосын ол маған ровно 2 лайк қайтарады ғой, короче. Сөйтіп маған жазады. Бізде бәрі взаимно. И маған голосовойды жібереді. Сен маған 2 лайк бастың, мен де саған 2 лайкыңды қайтардым дейді, короче. Енді часть 2 сөйлесіп кеттік, сосын енді әрине менің өзім жағымнан уже қадамдар кетті. Маған негізі бұл қызым андай ең қатты өтіп кеткен жері адамгершілігі маған қатты өтіп кетті. Мен соған ғашық болып, и потом неге ғашық болып, и потом сөйлесіп. Маған басында айта беретін сөйлескен кезде, немді ұнап жүрсің, мен ажырасқанмын, тең-теңмен деп айтатын. Мен ондайға вообще қарайды. Я сен үйленбеген жігітсің деп. И мен бұл кісіні, короче, Құдайдан сұрап алған жан жігітім ғой мен. Мен бұл кісіні шынымен де жақсы көремін. Андай хайп деп енді көбісі емес енді, но кейбір адамдар жазып жатыр екен. Так что ешқандай хайп емес, барлығы. Say hi, love you. Ғашықтық сезімі ғаламат толқыныңда аясау теңіздің биік арманда